Қытайдың мини империясы кезінде Джен Хэ деген саяхатшы Үндіқытай, Үндістан, Араб түбектеріне және Шығыс Африкаға 7 рет саяхат жасаған. 1405-1407 жылы бірінші саяхатында Сучжоудан шығып Шри-Ланкаға дейін барған. Және екінші, үшінші саяхатында осы уақытты ұстанған. Ал кейінгі саяхаттарында Сомали, Қызыл теңізге дейін жеткен. Джен Хэннің теңіз флоты Тынық, Үнді мұхиттарында жүзді. Бұл әлемдік теңіз саяхатының негізін қалады. Сонымен қатар ол жүрген жерінің картаға түсіріп, уақыттарына дейін тоқтаған мемлекеттеріне сипаттама беріп жазып отырған. Ол мәдени сауда байланыстарын Қытаймен орнатуға мүмкіндік берді. Испан саяхатшысы Кристофор Колумб жаңа карта сызды. Ол Үндістан, Қытай жеріне бару үшін Африканы айланбай, Атлант мұхиты арқылы тіке өтсем, Қытайға да, Үндістанға да тез жетем деп ойлады. Сонымен қатар, оның есебі бойынша енді 1492 жылы Испания жағалауынан Палас қаласынан сапарға шығады. Санта Мария, Ниня, Пинта деген 3 кемемен сапарға шығады. Ауа райы өте ашық болды. Бірнеше күн жүргеннен кейін батысқа емін-еркін жылжи берді. Бірақ та бұрын теңізге шығып көрмеген теңізшілер алғашында үрейлене бастады. Біраз жүргеннен кейін олар былай деді: біз адастық деді. Сонда Кристофор Колумб, егер енді 3 күннен кейін жер көрінбейтін болса, оны да кемені кері бұрамыз деп шарт қойды. Сөйтіп алдыға жылжыды. 3 күннен кейін түн ішінде жер деген айғай салды. Бұл бір шағын арал еді. Оның Колумб Сальвадор деп атады. Бұлар Гаити, Куба аралдарына келіп, со жерлерді басып өтіп, со жерлерге түсті. Бірақ та бұлар білмеді. Олар бұл жерді үндістер, біз Индияның басқа шегінен келдік деп ойлады. Өстіп, Колумб жаңа жер ашқанын білмеді. Тек қана 3-ші, одан кейін 4-ші сапарында, өмірінің соңғы жылдарында ол ойлана бастады. Бөтен бір дүние бөлігін ашқандығы жайлы ойлаған еді. Америка Веспуччи 1499 жылы Колумб ашқан жерлерді көруге саяхатқа барған болатын. 1501 жылы Португалия королінің келісімімен жаңа жерге Америка Веспуччи 2-ші саяхат жасады. Веспуччи, Пинсон, одан кейін Кабрал ашқан Бразилия жағалауын зерттеп қайтады. 1503 жылы Веспуччи 3-ші рет жаңа жерге саяхатқа шығады. Ол енді Бразилия жағалауы мен Үндістанға өтпек болып, 20 градус оңтүстік ендікке дейін жүзіп барып, Колумб ашқан, одан кейін көптеген Испания саяхатшылар зерттеген жаңа жер. Бұл Азия аралдарының тізбегі емес, осы күнге дейін белгісіз материк деп дұрыс қорытындыға келді. 1507 жылы лотарингиялық картограф Вельтземюллер жер жүзін Европа, Азия, Африка материктарын бөліп, жаңадан Америко ашқан жерді оның басқа материктардан ұқсастығына қарай Америка деп атау керек деді. Ол кезде Американы тоты құстар жер дейтін. Сөйтіп, жаңа құрлықтың жартысы Америка Веспуччи есімімен аталып кетті. Ол материкті негізінен тұңғыш ашқан атақты Кристофор Колумб еді. Бірақ ол өмірінің ақырының соңына дейін жаңа материк ашқанын білмеді. Ол жердің жаңа материк екендігін дәлелдеген Америка Веспуччи болды.